Баршаңызға ассалаумағалейкум. Оразаның екінші күніне арнап, мен ауызашарға емес, бұл жолы сәлікке арнап өте керемет чебуректің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеомнан алыстамай, соңына дейін көріңіздер. Құрғақ таза ыдысымызға суымызды, тұзымызды, және де сары майымызды немесе маргаринімізді ертіп алып, жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап өте жұмсақ, өте қатты емес қамыр етіп илеп аламыз. Міне біздердің қамырымыз осылай болады. Содан соң тұндырып, тағы да бір 15 минуттан кейін бір илеп алсаңыздар, илеуі қанып әдемі болып шығады. Құрамы өте қарапайым, сондықтан сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Енді біздерге ішіне салатын салмасы қажет болады. Енді әркім қалауын қоса болады. Мен бұл жерде картопты пайдаландым, пюре етіп жасап аламын. Ал сіздер фаршты да қуырып қолдансаңыздар болады. Енді картоплымызды газдың үстіне қойып пісіріп аламыз. Міне демалған қамырымды дәл осылай етіп, жұдырықтап тұрып қатты илеп, тағы да бір 15 минутқа демалдыруға жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың илеуі қанған, әдемі тұнық болып шықты. Енді біздің ішіне салатын салмамыз одан да дәмді болып шығу үшін осындай пиязды қолдандым. Пиязды да турап, жақсылап тағы да майға қызартып қуырып аламыз. Енді әркім қалауынша пиязды қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Қанша керек екендігін төмендегі описаниеге жазып қалдырамын. Сол жерден көріп сіздерде пісірсеңіздер болады. Турап алған пиязымызды енді қызып тұрған майымызды қызартып қуырып аламыз. Достар, және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, енді 30 күн бойы ораза айында сіздерге керемет оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Картоптарымыз дайын, пісіп шықты. Енді вилканың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Және де үстінен қуырылған пиязымызды салып, жақсылап үстінен қарауышты, әртүрлі дәмдеуіштер салып араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де ауызашарға да жасап, сәлікке де алып қойсаңыздар өте көп шығады. Енді демалған қамырымызды жайып бастаймыз. Енді бұл қамырымды мен екіге бөліп аламын. Сіздер ауызашарға қандай тағам жасайсыздар, төмендегі комментарийға жазып қалдырсаңыздар, менімен бөліссеңіздер, менде өзімнің жақсы көрген оңай әрі жеңіл тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Енді жаңағы екі бөлген қамырымызды міндетті түрде 15 минутқа демалдырып қойыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз өте оңай жайылатын болады. Қамырымызды енді оқтаудың көмегімен жұқартып жаямыз. Біздерге өте жұқа емес, осындай орташа көлемде қамыр жайылу керек. Енді қамырларымызды кесіп бастаймыз. Чебуректеріңіз біркелкі әдемі болып шығу үшін осындай кесені пайдаландым. Мен бұл шай ішетін кесеміз, яғни өте үлкен емес, өте кішкентай емес көлемде болып шығады. Және де сіздерді ораза айымен шын жүректен тағы да құттықтаймын. Аллах тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Ораза ұстап ниет етіп жатқан жандар тілектеріңізді Аллах тағала қабыл етсін. Міне дәл осылай қамырларымызды біртіндеп қойып аламыз. Енді тағы да жаңағыдай шай ішетін кесемен осылай өлшеп кесіп аламыз.
Енді кесіп алған қамырларымызды осындай әркім әртүрлі форма жасаса болады. Енді мен бұл жерде тез әрі оңай болу үшін осылай квадрат етіп кесіп алдым. Арасына енді салмамызды салып түйіп шығамыз. Осы кезде сіздер жаңағы қуыратын майымызды дайындап алсаңыздар болады. Астын жағып, міндетті түрде жаңағыдай қатты жағып жібермеңіздер. Орташа отта қызартып пісіріп аламыз. Қамырымыздың ішіне салмасын салдық. Екі жағын осылай қатты қолымыздың көмегімен басып, міндетті түрде шығып кетпесін. Майға салған кезде ол қамыр ажыратылып арасындағы шығып кетіп, майыңыз былғанып қалуы мүмкін. Сондықтан барынша қатты жабыстыруға тырысыңыздар. Енді қызып тұрған майымызды қуырып ала береміз. Майымыз бізден өте қатты қызып кетпесін. Осылай әдемілеп алтын цветке енгенше осылай қуырып аламыз. Сәрлікке дайындап жесеңіздер өте күшті әрі тойымды. Мен енді біздің үйде жолдасым және де мен қызым үшеуміз ұстағандықтан өте тойымды болып шықты. Ертесіне ауызашарға да жедік. Балаларым да өте қуанып, өздері де осындай обедтің уақытында жеп алды. Қамырымызды екінші рет салып жатқан кезімізде міндетті түрде бірден салып жібермей, майымызды асып тағы да қыздырып алыңыздар. Сол кезде де сіздердің жаңағы салып жатқан чебуректеріңіз әдемі болып шығады және де шықырлақ болып шығады. Ал майымыз қызбай тұрып, қамырымызды салып қойсаңыздар, пісуі де қиын болады, қатты болып шығуы мүмкін. Ал сәрлікке дайындаған чебуректерім дайын болды. Достар, міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Өте қарапайым, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.